Сәлем, құрметті көрермендерім, оқырмандарым, сіздердің маған білдіріп жатқандарыңызға алғысым шексіз. Маған тіркеліп, шынайы пікірлеріңізді жазып жатқандарыңызға, пікірлеріңізді, ойларыңызды салып жатқандарыңызға отырыңызға алғысым шексіз. Мен ешбір біреуден ақша табайын, немесе басқадай ниетім жоқ. Мен тек қана ниетім бір адамға болса да көмегім тисін деген ниет. Кейбір адамдарға ұнап жатыр екен, оған Аллаға қатты қуаныштымын. Мен бір айтқан сөзімнен, бір ақылымнан, кемеңгер ақыл демеспін, бірақ та өмірде түйгенімді өзімнің ішімде ғана бөліп қалмай, барлық адамдармен бөлісу мақсатым, сол мақсатымның орындалып жатқанына тағы да өте қуаныштымын. Бүгінгі оязып, бүгінгі сіздерге айтайын дегенім, сіздің жалпы жолыңыз ашылмай жүрген болса, жолыңыз болмай жүрген болса, бұл ренішден дедім. Реніш деген нәрсе адамдардың жолын шабады. Сондықтан ешқашан ешкімге ренжімеңіз. Сізді ренжіген адам ол сіз емессіз. Ол сіз. Ренжіген адаммен бірге ренжіп жүрсеңіз, сіздің кім болғаныңыз. Егер өмірде жолыңыздың ашылғанын қаласаңыз, жолыңыздың болғанын қаласаңыз, ешкімге ешқашан ренжімеңіз. Реніштің артында талдап айтсақ өте үлкен нәрселер бар. Оларды тағы да келесі бір комментарийде жалпы келесі түсірілімдерде айта жатармын, егер керек болатын болса. Жалпы айтқым келеді, ренжімеңіздер, ешкімге ренжімеңіздер. Біреуге ренжіп не істейсіз? Сіз көрген тәрбиені, сіз басыңыздан өткерген өмірді ол адам өткерген жоқ. Сіздің деңгейіңізде, сіздің орныңызда ешкім бола алмайды. Сіз ол осы нәрсе өзгермейді. Сондықтан ешкімге ренжімей өмір сүріңіздер. Ренжісіз өмір өте керемет. Ешкімге ешқашан ренжімеңіздер. Жолдарыңыз ашық болсын, бақыттарыңыз баянды болсын.